Миранда ережесін бірінші рет естігенде қуанатындар бар. Иә. Бұрынғы конституция, Иә. біздің Менде қолданыстағы байқадым соны. конституцияда Иә. Миранда ережесі жоқ па? Жоқ, ол 2015-те қателеспесем. Иә, 2015-тен бері қарай ол қылмыстық кодексте, қылмыстық процесстік кодексте жазылған. Бұл Миранда деген латино америкалық қылмыскер болған ғой, 20-30 жылға бас бостандығынан айырылған ол. Бірақ Миранда ережесі аталуы сол жерде оған құқықтарын түсіндірмеген сақшылар, тәртіп сақшылары дейді ғой. Шағымдар келтірілген, әйтеуір сол кезден бастап Америкада ұсталған адамның да құқығы пайда болған. Сол кезден бастап ұсталған, қамалған адамның, айып тағылған адамның құқығы пайда болған ғой. Ол 66 жылы енгізілген конституцияға, ақш-тың конституциясына. Содан бері қарай ол халықаралық нормаға айналып кеткен. Яғни ұсталған адамның да, тіпті қылмыскердің де құқығы бар. Өзіндік. Оны біз енді қорғауымыздағы азаматтарға түсіндіріп жатамыз. Біз барғанша жауап бермеңіз дейміз, мысалы. Қақыңыз бар, үндемеуге қақыңыз бар, мүлде жауап бермеймін деп айтыңыз, қақыңыз бар деп түсіндіріп отырамыз. Конституцияға норма етіп енгізілсе, бұл да осы нормаға басты назарда ұсталу керек. Яғни ұсталған адамның да жалпы азаматтардың құқығы бұзылмау керек. Сол мақсатта енгізілген деп өзім түсіндім.